Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? 3-ші модульдің басталуымен құттықтаймын. Бұл модульде біз материалдардың ең ұсақ көзге көрінбейтін ішкі әлеміне саяхат жасаймыз. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз трансмиссиялық электрондық микроскопия жұмыс принципі деп аталады. Бұл әдісте біз материалдардың атомдық деңгейдегі құрылысын қалай көруге болатын және бұл ғажап құрылғының қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз трансмиссиялық электрондық микроскопия, қысқаша TEM. Егер қарапайым микроскоп заттың бетін ғана көрсетсе, TEM құрылғысы материалдардың дәл ішіне үңілуге мүмкіндік береді. Ол заманауи материалтану мен металлургиядағы ең күрделі, ең қымбат және ең ақпаратты зертханалық құрылғылардың бірі болып саналады. Бұл әдістің металлургиядағы маңызы қандай? TEM әдісі металдардың ішкі микроструктурасын тікелей бақылауға толық мүмкіндік береді. Бұл әдіс арқылы ғалымдар мен инженерлер дәндердің құрылымын, фазалық бөлінулерді, дислокацияларды және өте ұсақ тұнбаларды зерттейді. Неліктен бір болат екіншісінен берік немесе иілгіш? Осы сұрақтың жауабын біз дәл осы TEM нәтижелері арқылы табамыз. Себебі барлық механикалық қасиеттер осы атомдық деңгейдегі құрылымға тікелей тәуелді. TEM құрылғысының жұмыс принципі қандай? Трансмиссиялық деген сөз латын тілінен аударғанда өткізу, ішінен өту деген мағынаны білдіреді. TEM әдісінде жоғары энергиялы электрондар ағыны өте жұқа металл үлгісінің ішінен тесіп өтеді. Электрондар үлгінің ішіндегі атомдармен өзара әрекеттескен кезде экранда материалдардың ішкі құрылымының бейнесі қалыптасады. Осы қасиеттің арқасында біз металдың ішінде жасырылған түрлі дефектілерді анық көре аламыз. Неліктен біз қарапайым жарықты емес электрондарды қолданамыз? Мұның сыры электрондардың толқындық қасиетінде жатыр. Электрондардың толқын ұзындығы көзге көрінетін жарықтан 1000 есе қысқа. Ал физика заңдылығы бойынша толқын ұзындығы қаншалықты қысқа болса, құрылғының ажыратылымдылығы соншалықты жоғары болады. Сондықтан TEM оптикалық микроскопияға қарағанда әлде қайда жоғары ажыратылымдылық береді. Тіпті жекелеген атомдарды көруге мүмкіндік жасайды. Бұл құрылғының ішіндегі ең маңызды шарттардың бірі вакуум. TEM зерттеулері өте жоғары вакуум жағдайында жүргізіледі. Неге? Өйткені электрондар ауадағы газ молекулаларымен соқтығысса, олар өз бағытынан ауытқып шашырап кетеді де бейне бұлыңғыр болып қалады. Вакуум жүйесі осы соқтығысуды болдырмайды және электрондардың нысанаға дәл жетуін, кескіннің өте айқын болуын қамтамасыз етеді. Электрондар қайдан пайда болады? Оларды электрондық пушка деп аталатын арнайы құрылғы генерациялайды. Бұл пушка негізінен 3 бөліктен тұрады. Электрондарды бөліп шығаратын катод, электрондарды жинақтайтын виниль цилиндрі және оларды орасан зор жылдамдықпен үдетіп ұшырататын анод. Осы жүйенің көмегімен біз электрондардың энергиясын және олардың ағын тығыздығын басқара аламыз. Қарапайым микроскоптарда жарықты жинау үшін шыны линзалар қолданылады. Бірақ
шыны электрондарды фокустай алмайды. Сондықтан ТЭМде электрон шоғын бағыттау, фокустау және үлкейту үшін электромагниттік линзалар қолданылады. Бұл линзалар ішінен тоқ өтетін катушкалар. Тоқ күшін өзгерту арқылы біз магнит өрісін өзгертеміз. Сол арқылы кескінің масштабын, ажыратылымдылығын және контрастын өте дәл басқара аламыз. Бұл әдістің ең қиын кезеңі үлгіні дайындау. ТЭМ зерттеулеріне арналған металл үлгілері электрондар ішінен өтіп кете алатындай өте жұқа болу керек. Олардың қалыңдығы әдетте 100 нанометрден аспауы тиіс. Мұндай жұқа үлгіні кесіп алу үшін арнайы иондық сәулелер қолданылады. Үлгіні дайындау сапасы қандай болса, біз алатын кескінің сенімділігі де сондай болады. Экрандағы түрлі түсті және ақ-қара суреттер, яғни контраст қалай қалыптасады? ТЭМде контраст бірнеше себептерге байланысты пайда болады. Біріншіден, материалдың қалың немесе тығыз бөліктері электрондарды көбірек жұтады немесе шашыратады. Екіншіден, электрондар кристалдық торда дифракцияланады. Осы серпімді және серпімсіз шашырау, сондай-ақ дифракциялық құбылыстар арқылы біз металл ішіндегі түрлі фазалар мен дефектілерді бір-бірінен ажырата аламыз. Осы әдіспен біз нақты нені көреміз? Слайдтағы суреттерден металл құрылымындағы ақауларды көріп тұрсыздар. ТЭМ көмегімен дислокациялар, дән шекаралары, фазалық бөлінулер тікелей бақыланады. Металл деформацияланғанда осы дислокациялар қалай қозғалады? Оларға не кедергі жасайды? Осының бәрін ғалымдар ТЭМ арқылы көріп, металдардың беріктігі мен пластикалығын арттыру жолдарын табады. Қорытындылайық. Трансмиссиялық электрондық микроскопия бұл жай ғана суретке түсіретін құрылғы емес. Бұл металлургияда материалдардың ішкі құрылымын атомдық деңгейде терең зерттеудің ең негізгі және қуатты әдістерінің бірі. ТЭМ нәтижелері зауыттардағы технологиялық процестерді жетілдіруге және болашақтың аса берік жаңа материалдарын жобалауға тікелей негіз болады. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіздер. ТЭМ әдісінің негізгі принципін, вакуум мен электрондық пушканың рөлін және үлгіге қойылатын талаптарды өз сөздеріңізбен түсіндіріңіздер. Екінші тапсырма. ТЭМ әдісінің металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазу. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Мұнда дәндер, дислокациялар, фазалар сияқты элементтердің ТЭМ арқылы қалай көретінін және қандай ақпарат беретінін нақтылап жазып шығасыздар. Осымен үшінші модульдің алғашқы тақырыбы аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.